Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай майда макаронды қалай шашыратып, әдемілеп, палау тәріздес етіп пісіру керектігі туралы көрсететін боламын. Өзімнің әдіс тәсілімен бөлісетін боламын сіздермен. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Бірге жасап көрейік. Өте әдемі, керемет болып шығады. Және де ең бірінші осындай бір тауықтың сан етін терісін алып тастап, жуып тазалап, осылай әдемілеп турап алатын боламыз. Мен майдалап турадым. Донерге арналған ет ұқсатып, әдемілеп, майдалап, жақсылап турап алатын боламыз. Міндетті түрде осы әдіс тәсіл бойынша жасап жеңіздер. Өте әдемі, керемет болып шығады. Және де қанша мөлшерде керек, астына описаниеге қалдыратын болам. Енді осылай сәбізімізді де ұзынша етіп, әдемілеп палауға турағандай етіп турап алатын боламыз. Мен 3 сәбіз қолдандым, және де 400 грамм макарон қолдандым. Видеоның астына да описаниеге жазып қоятын боламын. Міне осылай ұзынша етіп, сәбізді де жақсылап жуып тазалап, осылай турап алатын боламыз. Және де 2 пияз қолдандым. Пиязды да осылай ұзынша етіп, әдемілеп турап алатын боламыз. Ал енді қызып тұрған табамызға, қазанымызға осылай майда макаронымызды, вермишелімізді салып, жақсылап, араластырып отырып, осылай қызартып, қуырып алатын боламыз. Міне осылай араластырып отырып, міне осылай қып-қызыл болып, әдемі болып пісті. Міндетті түрде осылай қуырып алыңыздар. Сол кезде макароныңыз езілмей, дәмді, әдемі болып пісетін болады. Тез әрі дәмді тамақ түрі, 1 сағаттың ішінде тез жасап тастайсыз. Міне енді сұйық табамыздан макаронды алып, бір сүртіп әдемілеп тазалап алып, сұйық майымызды құйып, осылай палауға құйғандай етіп, сондай мөлшерде құясыздар. Міне енді құс етін салып, тауық етін, яғни окорочкамызды салып, осылай әдемілеп су шығады, өз сөліне әдемілеп пісіріп алатын боласыздар. Бір 10 минуттай пісіріп аласыздар, 5-10 минуттай. Енді пиязымызды да салып, тағы да бір пияз піскенше дейін, тағы бір 5 минуттай пісіріп алатын боласыздар. Осылай жай отта пісіреміз. Қатты отта пісірмейсіздер, жай отта. Енді сәбізімізді де салып, тағы да бір 5 минут әдемілеп, 5-10 минут, бір 10 минуттай көлемінде әдемілеп пісіріп алатын боласыздар. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Енді осылай Maggi универсальный приправа қостым мен. Үлкен қасықтың ұшымен кішкене ғана қостым. Және де пияз қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Ал енді сәбізіміз де пісті, 10 минут уақытымыз өтті. Енді осылай үстіне, бетіне бір тегіс етіп, сәбіздерімізді бәрін бір тегіс етіп, үстіне осылай макаронымызды салып, макароннан бір 2 елі осылай су асқанша, міне макаронымыз батып тұратындай етіп, қайнаған суымызды үстіне құятын боламыз. Және де міне видеоды көріп тұрғандарыңыздай өйстіп батырып қоясыздар. Және де енді міне су тартылып, жай отта әдемі болып піседі. Міне су тартылып, әдемі болып пісіп келе жатыр. Және де енді үстіңгі жағындағы макарондарды осылай қасықтың көмегімен аударып аламыз. Тағы да кішкене сәл су құйып жіберіп, тағы да бір 5 минуттай, 10 минуттай бұқтырып алатын боламыз. Сонымен макарон дайын болады. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да кешкі ас түрлері, тағам түрлері бар, плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Салат түрлері, фастфуд тағамдары да бар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай макарон сондай шашпа палау болып, дәмді, әдемі болып пісті. Жолдасыма қатты ұнады. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер.